Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами продолжаем изучать раздел «Моя школа». Бүгін біз сіздермен менің мектебім бөлімін өтетін боламыз. Урок номер 11, 11 сабақ. Тема урока «Наши школьные предметы». Сабағымыздың тақырыбы біздің мектеп пәндеріміз. Сегодня ты научишься слушать и понимать текст, формулировать вопросы по содержанию и отвечать на них, использовать словодействие и в настоящем времени. Сможешь рассказать о своем любимом школьном предмете. Упражнение номер 1. Послушайте текст, о чем он. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңдап, не туралы екенін айтыңдар. Мой друг Саят любит казахский язык и рисование. Менің досым Саят қазақ тілімен және сурет сабағын жақсы көреді. Он рисует животных, горы, юрту. Ол жануарлардың, таулардың және киіз үйлердің суретін салады. На уроке казахского языка пишет слова, слушает, читает, отвечает на вопросы. Қазақ тілі сабағында сөздерді жазады, тыңдайды, оқиды және сұрақтарға жауап береді. Саяту очень нравится учиться. Саятқа сабақ оқыған қатты ұнайды. Прочитайте выделенные слова, на какой вопрос они отвечают. На жерде қарамен жазылған сөздерді біз оқимыз. Рисует, пишет, слушает, читает, отвечает. На какой вопрос отвечает? Осы сөздер бізде қандай сұраққа жауап береді? Яғни, что делает? Санат что делает? Санат рисует. Санат что делает? Санат слушает. Санат что делает? Санат пишет. Санат что делает? Санат читает. Санат что делает? Санат отвечает. Яғни не істеді деген сұрақтарға жауап береді екен. Составьте 2 вопроса и задайте их одноклассникам. Сендерге мына жерде айтып жатыр. 2 сұрақ жаса, 2 сұрақ біз 2 сұрақты қойып, өзіміз жасап шығуымыз керек, кейін оны қасымыздағы сыныптасымызға сұрақ қою керекпіз. Первый вопрос. Бірінші сұрақ. Кто рисует? Кто рисует? Кім сурет салады? Саят рисует, яғни Саят сурет салады. А второй вопрос. Саят что делает? Саят пишет, слушает. Яғни рисует, сурет салады, пишет, жазады, слушает, тыңдайды, читает, оқиды, отвечает, жауап береді. Упражнение номер 2. Екінші тапсырма. Прочитай названия школьных предметов. Подбери каждому из них картинку. Назови их на родном языке. Мектеп пәндерінің аттарын оқы және әр қайсысының астындағы суреттерді таңдап, оларды қазақ тілінде ата. Яғни біз мына жерде тұрған суреттерге қарап, біз пәндерді айтып өтуіміз керек. Первая картинка. Бірінші сурет. Казахский язык, қазақ тілі. А вторая картинка. Музыка, ән сабағы. Третья картинка. Математика, математика сабағы. А четвертая картинка. Физическая культура, яғни дене шынықтыру сабағы. Назови школьный предмет, который нравится тебе. Сен жақсы көретін мектеп пәніңді ата. Упражнение номер 3. Расскажите о своем любимом школьном предмете. Продолжите предложение. Сендерден сұрап жатыр. Мектепте өзіңе ұнайтын пән туралы айтып бер.
сөйлемдерді жалғастыр. Яғни мына жерде өздеріңе қандай пән ұнайды соны айту керекпіз. Мой любимый школьный предмет. Менің ең жақсы көретін сабағым музыка. Мой любимый школьный предмет музыка. Менің ең жақсы көретін сабағым музыка. Менің жақсы көретін пәнім ән сабағы дейді. На уроке мне нравится дейді. На уроке мне нравится петь. Яғни сабақта маған ән салған ұнайды деп жатыр. Я узнал много интересного о музыке. Мен музыка туралы көп нәрселерді, яғни ән туралы көп нәрселерді білдім дейді. Упражнение номер 4, төртінші тапсырма. Прочитайте выразительно, какие вопросы задал Санат. Төртінші тапсырмада мәнерлеп оқыңдар және Санат қандай сұрақтар қойды. Жанар, тебе нравится учиться в школе? Жанар, саған мектепте оқыған ұнай ма деп жатыр. Да, Санат, мне нравится учиться в школе. Яғни Санат, маған мектепте ұнайды деп жатыр. Какой твой любимый предмет? Сенің ең жақсы көретін сабағың қандай? Мой любимый предмет – математика. Менің ең жақсы көретін сабағым математика деп жатыр. Что вы узнали из разговора, ребят? Назовите любимый предмет Жанар. Яғни, мына жерде мыналардың сөйлескендерінен не түсіндіңдер деп жатыр сіздерге. Из разговора, ребят, я узнала о том, что Жанар нравится учиться в школе. Яғни Жанарға мектепте оқыған ұнайды. Придумайте предложение со словом математика. Яғни математикаға біз сөйлем құрау керекпіз, иә? Любимый предмет Жанар математика. Жанардың жақсы көретін сабағы математика. Придумайте предложение со словом математика. Напишите в тетради. Яғни математика туралы бір сөйлем құрастырып, онда дәптерге жазу керексіңдер. На уроке математика мы решаем задачи. Математика сабағында біз есептер шығарамыз. Прочитайте информацию по математике на странице 171. Расскажите одноклассникам, что вы узнали. Яғни кітаптарындағы 171 беттегі нені оқыңдар деп жатыр. Сол жерде мәтін берілген. Соны оқыңдар деп жатыр. Математика – самая древняя наука. Математика используется везде и имеет огромное значение в нашей жизни. Она очень необходима людям. Компьютеры, современные гаджеты, техника сопровождают нас каждый день. Их невозможно было бы создать без использования законов и математических расчетов. Упражнение номер 5. Бесінші тапсырма. Напиши название любимых предметов. Продолжи предложение. Яғни бесінші тапсырмада сендерге жақсы көретін пәндеріңнің аттарын жаз және сөйлемдерді жалғастыр деп жатыр. Мой любимый предмет – русский язык. Менің ең жақсы көретін сабағым орыс тілі. Мой друг любит казахский язык. Менің досым қазақ тілі сабағын жақсы көреді деп жатыр. Упражнение номер 6. Алтыншы тапсырма. Расскажи о своем расписании уроков в понедельник. Яғни өзіңнің дүйсенбі күнгі сабақ кестеңді айтшы дейді. Образец, үлгі. В понедельник у меня 5 уроков. Дүйсенбі күні менде 5 сабақ. Первый урок. Казахский язык. Бірінші сабақ қазақ тілі сабағы. Второй урок. Математика. Екінші сабағым математика сабақ. Третий урок. Үшінші сабақ. Русский язык. Четвертый, яғни үшінші сабақ орыс тілі сабағы. Четвертый урок. Музыка. Төртінші сабақ ән сабағы. Пятый урок. Физическая культура. Спасибо вам за урок.